Аталар отаны отырар, құт қонып қасиет дарыған тарихи өлке. Өзі туып өскен отырарды жанымен сүйе білген перзенттердің бірі Әбілқасым Нұсқабайұлы Құлымбет. Әбілқасым ағамыз қасиетті отырар топырағында дүниеге келіп, бүкіл саналы ғұмырын, күш қайратын, дарыны мен білімін туған жерге, халыққа қызмет етуге арнады. Өмір жолын жүргізушіліктен бастап, бас маман, кеңшар директоры, аудандық агроөнеркәсіп басқармасының басшысы, аудандық партия ұйымының хатшысы, аудан әкімі болып, ұзақ жылдар қызмет істеп, отырар өңірін өркендетуге, туған жерін гүлдендіруге аянбай еңбек етті. Ел құрметіне бөленіп, зейнеткерлікке шықты. Қай жерде жұмыс істесе де, ол жұмысқа барынша беріліп істеді. Жұмыстан нәтиже шығарып істеді. Өзін іскер, білікті де білгір басшы ретінде көрсетті дейді замандастары. Бас инженер болып жүріп, үлкен жетістікке жетті. Техниканы дайындау, оны жұмысқа қосу, ол кезде үлкен проблема болған. Айтайын дегенім, сол малазығын дайындау кезі, жүгерілі ору кезінде облыстық атқару комитетінің орынбасары Шаромко Кузьма Иванович деген кісі келіп, сол жердегі жұмысты көріп, мынау қандай тамаша, қандай техниканың жүруі Әбілқасымға үлкен сөйде баға беріп кеткен. Отырар ауданының Қаракөл совхозындағы глав инженер Құлымбетов Әбілқасымның техникасын полияға шығару жөніндегі еңбегін айтып, үлкен баға берген. Әбілқасым ағамыз елге ерекше сыйлы, аса жоғары беделге, құрметке ие болған социалистік еңбек ері Нұсқабай ақсақалдың ұрпағы. Ол жастайынан еңбекке ерте араласып, шалғай ауылдағы өмірдің бар қиыншылығын да, қызықшылығын да терең білетін. Сол себептен де ол жаңа заманның өтпелі кезеңін ауыртпалығынан, сынағынан, қиындықтарынан қорықпады. Кез келген бас мамандар мынау шаруашылықтың басында түнеп жатып жұмыс істемейді. Біздің әбекең астында тек помощь болатын, глав инженер. Анау тракторлар жер айдап атса, зәб айдайды, көптен көп егісі бар, басқасы бар. Кез келген техниканың жұмыс істеп атқан жерінде басында болатын. Тек помощьтың үстіне көрпешесін салып алады, соның үстінде жататын түнделеді. Сонда еңбекқор, пейнеткеш, таза жүрек, таза адам көптеген елге тәрбие берді. Олар мекені отырардың атауы бірнеше өзгерді. Әбілқасым ағамыз Қызылқұм ауданының атын Отырар ауданы деп өзгертуді үкіметке ұсынып, оған жан-жақты дәлелдер келтірді. Аудан атының Отырар болып өзгеруі осы өңірдің қазақ ұлты тарихындағы ерекше орнын, маңызын көрсететінін, Отырар қалашығына арыстан-баб кесенесі де көптеп туристер мен зиярат етушілерді тартуға жол ашатын жан-жақты негізделді. Осындай ұсыныстан соң үкіметтің арнайы қаулысымен ауданға тарихи көне қала Отырардың аты берілді. Бұл Әбілқасым Нұсқабайұлының білікті басшы ретінде, ел ағасы ретінде атқарған аса бір жемісті, маңызды, мағыналы, көрегенді ісі болды дейді ағасы, қоғам қайраткері Икрам Адырбеков. Бүгінде Түркістанға келген қонақ, турист Отырар жеріне соқпай кетпейді. Ол тек қазақ ұлты емес, бүкіл алты алаш жұртының қасиет тұтатын құтты мекеніне айналды. Бүгін ауданымыздың құрметті азаматы, ауданымызды бірнеше жыл басқарған Әбілқасым Құлымбетов ағамыздың 80 жасқа толған мерейтойы. Осыған мәдениет үйінде іс-шара өткізіп, осы кісіні құрметтеп, атқарған еңбектеріне рахмет айту үшін бүгін келіп отырмыз. Ауданға үлкен қызметтер жасаған, ауданымыздың ауыл шаруашылық саласын дамытуға, мал шаруашылығын дамытуға, одан басқа енді ауданымызды бірнеше рет басқарған ағамыз, ондай ағаларымызды әрқашан құрметтеп біз жүруіміз керек. Ғасырлардан сыр шерткен Отырар марымысың атты ауданның ежелгі атауының қайтарылуына, тарихи әділеттіліктің қалпына келтірілуіне байланысты ұйымдастырылған үлкен көлемді той өткізу терең білім мен біліктілікті, пайым парасатты, үлкен жауапкершілік пен еңбекқорлықты керек етеді. Міне осындай үлкен тірліктерді жоғары дәрежеде атқарып, ел құрметіне бөленген
Бүгінде 80 жасқа толған ел ағасы біздің досымыз Әбілқасым Нұсқабайұлы деп мақтанады. Замандас досы Қуаныш Айтақанов. Аудан партия комитетінің екінші хатшысы болды, бірінші хатшысы болды, әкімі болды. Бұлайша алып қарағанда осы ауданда бастап, осы ауданда өсті, осы ауданда зейнеткерлікке шықты. Қатардағы маманнан ауданның бірінші басшысына дейін өсті. Еңбекқор азамат, білімі тереңді, білікті азамат, көпшіл азамат, адамгершілігі жоғары азамат. Алла тағаланың берген аманатын, Алла тағаланың берген парызын өз деңгейінде өткеріп, ешкімге де адам баласына да Алла тағала да қарыз емес тұлға болды. Өйткені елді басқарды, халықты басқарды, совхозды басқарды. Сөйтіп совхоздың да, елдің де, ауданның да көркеюіне өзінің үлесін қосты, халықтың алғысын алды. Сондықтан Алла тағала берген құдірет күш, басшылық дарынды, ол өз деңгейін ұстап тұрған Әбекеңе мың алғыс деп айтсақ жарасады. Адамда жақсы қасиет болмаса, бақта қонбайды деген бабалар сөзін еске алсақ, Әбілқасым ағамыздың өзгелер өнеге тұтатын қасиеттері көп. Замандастардың қызығатыны да, риясыз риза болатыны да ерекше еңбекқорлығы, тынымсыз ізденісі. Кейбіреулер шаруаның басын сәл-пәл қайырса болды, кеуде қағып, омыраулап шыға келсе, біздің Әбілқасым ағамыз сабырлы да, сырбаз мінезінен еш ауытқыған емес. Әбілқасым ағамыздың ел алдындағы абыройының асқақ болуы, оның елім, жерім деп еңбек еткен өнегесінде болса керек. Біз білетін Әбілқасым кезінде ұйымдастырушылық қабілеті ерен, дарынды басшылардың бірі болды. Ол өз ісін жетік білетін, қолға алған ісін аяқсыз қалдырмайтын, табанды, қай мәселені де жеті рет ойлап, бір рет кесетін, сабырлы, ар намысын жоғары ұстайтын, адал да парасатты ауданның басшысы ретінде небір қиындықтарды сабырмен жеңе білді дейді замандас аға бауырлары. Отыраудан екі рет басқарып, елдің халқын тізгін ұстаған біздің осы Әбілқасым ініміз еді. Өзі туған жер үшін кішкентай қарапайым жаңағы жүргізуші шоферлік қызмет бастап, ауданның басшысының қызметке екі рет келді. Халқы жұрты оны өз жүзсіз еңбегін еш уақытта ұмытпайды. Оны кез келген уақытта мақтанышпен айтылады. Ол азаматтың ел үшін, халық үшін көп қызмет атқанын әр уақытта сол мақтаныш етіп, басқаға үлгі тұтады. Әбілқасым ағамыздың қиындықтарды жеңуі, жетістіктерге жетуі бірінші, жаратушының жебеуі болса, екінші бақ қонып қыдыр дарыған Құлымбет атаның, социалистік еңбек ерлері Нұсқабай, Мұсабай ағалардың әулет ұрпақтарына арнаған дұға тілектерінің қабыл болғанының және жеке басының аянбай төккен терінің арқасы дейді замандас достары. Отырардың ұлылығы, отырар деген сөздің өзінде, отырар дегенде, о Әл-Фараби сонау Сирияға бар қайтыс болған, отырарда туса да, сояға бар қайтыс болған. Ал енді отырардың ұлылығы мінекей осындай кісілердің барлығында, осындай кісілер тәрбиелеп өсіргендігінде отырар ұлылар мекені деп бекер айтылмаған. Әбілқасым ағамыздың әрдайым сымбатты болып жүруі бір жағы табиғатынан десек, екінші жағынан сол отбасына қонған береке бірлік пен сүйген жары Зәбира жеңгейдің арқасы деп білеміз. Еткен еңбегі еленіп, бүгін 80 жылдық мерейтойын аудан көлемінде атап өтіп, бүкіл ауданның халқы келіп бөлісіп жатыр. Осыған алғысым шексіз, отбасының атынан, елімнің атынан ризамын, тек ризамын. Ал енді Әбекеңнің еңбегін еленгені, бұл халқының Әбекеңді сүйген деп есептеймін. Ел өзіңізді мақтан тұтады, ардақ тұтатын ағамызсыз. Аман болыңыз, жасай беріңіз. Рахмет. Отырардың халқында қандай тілек айтасыз? Отырардың халқы өссін, өнсін, өркендесін, алдыңа қатарға шықсын. Әбілқасым ағамыз бен Зәбира жеңгемізді әрқашан осындай қарапайым қалыптарынан танбай, кісілік пен кішіпейділікті қатар алып, бала шағалары мен немерелерінің қызығына шаттанып, дендері сау болып, ұзақта бақытты ғұмыр кешіп, ел құрметіне бөлене беруіне тілектеспіз.
әулетіміздің үлкен бәйтерегісіз. Сол бәйтерек сіздің саяңызда, артыңыздан ерген бауырларыңыз, перзенттеріңіз сіздің жолыңызды беріп, сізден алған тәлім тәрбие үлгі өнеге етіп жүре берейік. Текті әулет, енді ол папамнан бұрында ар жағыда аталарымызды социалистік еңбек ері болған, елге барынша қызмет жасаған әулеттен біз. Мынау енді біздің папамның жүрген жолы өте үлкен жол ғой. Өз білімімен, өзінің қайсарлығымен, өзінің еңбекқорлығымен осы ауданды 2 рет басқарып, құрметті демалысқа шықты. Құлымбетов Әбілқасым, артымыздан ерген ініміздің біреуі, бірегей ініміз. Бұл кісі ел үшін, жұрт үшін, өзінің ауылы үшін өте бір ерекше қызмет істеген азаматтың біреуі. Яғни осы Отырар ауданында, Шәуілдір жерінде партия комитетінің бірінші хатшысы болды. Кейін әкімшілік орнаған кезде әкімі болды тұңғыш рет. Яғни осы ауданның ыстығына күйіп, суығына тоңған, осы аудан туралы ерекше қызмет қылған азаматтың бірегейі десем мен қателеспеймін. Себебі біз Түркістан ауданында Амангелді атында колхозды басқарып, бұл кісі бияқты басқарып жүрген кезде ауыл аралас, қой қоралас, бір-бірімізбен араласып, әрқайсымыздың не істеп атқанымызға шейін белгілі бір дәрежеде біліп отыратын едік. Отырар ауданы мал шаруашылығынан ірі табыстарға жетті. Үлкен, мықты наградаларға ие болды. Соның басында осы біздің ініміз Құлымбетов Әбекең жүрген еді, ағайындар. Сол Әбекең кейін зейнеткерлікке шықты. Зейнеткерлікке шыққаннан кейін де ақсақалдық рөлін өте жақсы ойнады. Осы Шәуілдір ауданында қоғамдық жұмысты ерекше атқарғанның біреуі болды. Оның үстіне біздің жетімдерлер қауымдастығының Отырар ауданы бойынша төрағасы болды. Елді бір жаққа ұйымдастыруда, қиыншылық мәселесін жеңу жөнінде сол кездерде мына нені тәуелсіздік алып, бұрынғы колхоз-совхоз тараған кезде аса бір ірі қиыншылықтар болды. Колхоз-совхоз тарады, завод-фабрика тоқтады, адамдардың барлығының күн көру қиындады. Сол кезде осы ақсақалдардың арнайы бір өздігінше елді тыныштандыратын әрекеті басталды. Ақсақалдық қызмет басталды. Міне сол кезде де осы Әбілқасым осы ауданда ірі қызметтердің біреуін жасады. Көп жылдар бойы ұйымдастырып, халықтың жақсы жағын айтып, жақсы жаққа бұрмалағанның біреуі сол. Сол Әбекең бүгін 80-ге толып отыр екен. Артымыздан ерген ініміздің 80-ге толуы үлкен той, үлкен дәреже. Құтты болсын деймін, келешегі жақсы болсын.
той. Өсіп алдымызда биік болып, Зәбира екеуің аман есен шауып жүре беріңіздер. Құда қаласа 90 жылдық, 100 жылдық мерейтойларымыз тойлай берейік. Басыңызды еңкейтпей, баяғыдай әбекең болып кәкірейіп жүрсеңізші, соған мен тілектеспін. Шешемнің туған нағашысы. Сондықтан біз кішкентай кезімізден бірге қатар өстік. Алматыда енді төмен курс оқысам да қатар студент болдым. Сондықтан менің туған ағам сияқты қарым-қатынастамын. Зәбира менің әпке, біздің туған жиеніміз. Қадірлі ағайындар, біз жол-жөнекей 80-ге толып атқан Әбілқасым көкеміз. Әбілқасым көке, мерейтой құтты болсын. Жасай беріңіз. Өзіңіздің еңбегіңізді ел ардақсыз. Халық қуанып құттықтап келіп жатыр. Бүгінгі тойға мына ағамның мерейтойына 80-ге келген барлығымыз жиналып отырмыз. Тойға ұласын. Өмірім Әбілқасымменен бір үйде өстім. Өзім Әбілқасымнан 5 жасы кішімін. Қалған жоқпын қасынан. Ақ есебінде менің ыңғайлы жағдайым жасады. Аға, деніңіз сау болсын, өмір жасыңыз ұзақ болсын, бала шағаларыңыздың қызығын көріңіз.
болып тұр, санасы жан әкемнің зерек болып тұр. 80-ін құттықтауға елім жұртым, ұруға бір шапалақ керек болып тұр. Осылай ақ тілекті өргім кеп тұр, әкеге іні болып ергім кеп тұр. Той алдында бөліскен 80 жасын, көкеге бір ауыз сөз берген кеп тұр. Көкем ұрпағына бата ел жұртымен бір ауыз лебіз бөліссін. Қайырлы күн, құрметті ағайындар, жолдастар, інілер, бауырлар. Мынау Алланың жарық күнінде бір қайырлы шай болған тұр. Сондықтан сөзіміз баянды болсын, жақсылықтар азын осы отырса. Ал енді біздің мақсатымыз осы елді жинап, жарласу, көру ағайынды. Ал енді ағайынды көргеннен кейін көңілімізде өтті оғады, өтті ойнайды. Сондықтан осындай жақсылықтар сіздердің әрқайсыңыздың үйіңізде бола берсін. Мен отырардың әрбір азаматына осындай жақсылық деймін. Той боласын. Мен сіздермен біргемін бей уақытта. Сондықтан елге, жұртқа, өзінің алдына, осы отырар ауданына шәуілдірге шамасы келгенше еңбек еткен азамат ағайындар. Ол еңбегінің куәсі болдық, қабат қызмет жасадық. Отырар ауданы шәуілдір арыстанбап жатқан жер. Түркістаннан да жолы үлкен, арыстанбапқа тілеу керек, Түркістаннан тілеу керек деген бабамыздан сөз қалған ағайындар. Сондай топырақта өскен қасиетті жердің қасиетті азаматы болды ағайындар. Шын мәнінде отырар туралы ойлансаң, таң қалмасқа шараң жоқ. Шағын аудан, ал ауданнан шыққан азаматтардың атын айтсаңыз, бүкіл ел, бүкіл республика, баяғы совет үкіметі түгел бас иген азаматтар осы отырардан шыққан ағайындар. Кешегі Шәмшін айтсаң да Қалқаяқ, Мұхтар Шахановты айтсаң да, Өзбекәлі Жәнібековті айтсаң да, Өмірзақ Айтбаевты айтсаң да, әр қайсысы
бір елдің тірегі болатындай азаматтар ағайындар. Осындай топырақтан жақсы азаматтар шыққан, мықты азаматтар шыққан. Кез келген отырарлық деген азаматты байқасаңыз, шын мәнінде тәуетуге тұратындай, қолынан басықты етіндей азаматтар бар ағайындар. Осы бірнеше жыл бұрын Түркістанда Көпен Әмірбековтің үлкен жиыны болды. Сонда мен осындай сөзді айтып едім. Осы отырардан шыққан ұлылардың соңы сен боласың жобасы. Аяқтанып келе жатқан жоқ екен ұлылардың тізімі, ұлылардың деп едім ағайындар. Шын мәнінде сол Көпеннің өзі де осы көп жерге айтуға тұратын азаматтың біреуі. Сондай мына Құлымбетов Әбілқасым да осындай ініміз. Енді қызмет істеу бір бөтен, абырой жинау бір бөтен ағайындар. Қызметің мықты болуы мүмкін, ірі жұмыстар атқаруы мүмкін, байлықта жинауы мүмкін. Бірақ абыройлы болу оңай нәрсе емес ол ағайындар. Абырой Алладан келеді, абырой адамдардан келеді. Өзің абыройды сатып ала алмайсың. Абырой тендерде ойланбайды, ақшаға сатылмайды. Біз ақсақалдар шамамыз келгенше жақсы сөз айтуымыз керек. Шамамыз келгенше елді бірлікке шақыруымыз керек. Шамамыз келгенше тыныштықты ойлауымыз керек. Ал енді әбеке, мынау Құлымбетов әбеке бүкіл ағайындарын кеп отыр. Көз көрген құдаларың, жекжаттарың кеп отыр. Бірге оқыған достарың кеп отыр. Үлкен той болып жатыр ағайындар. Осы той құтты болсын, той қыласын. Рахмет. Барыңыздар ардақтағайын. Менің досым, менің қанаттас жүрген замандас бауырым Әбілқасымның 80 жасқа келген тойына келген барлықтарыңызға да осы әбекенің достарының атынан, қатар замандастарының атынан басын иіп ризашылығымды білдіріп, сіздер де осындай той көріңіздер деп бастағым келеді. Ал енді мына менің қасымда Жақан ағам сөз сөйлеуден кейін сөзде масақта қалмайды өзі. Бірақ әбеке сізге жақап қосылғым келіп тұрғаны, жаңа бір сөзіңізді айтып қалдыңыз, осы отырадан шыққан олардың соңы сіз боларсыз деп бір жігіт бардағым деп. Айналайын менің қара торы келіндерім тұрғанда, отырадан талай ұлы інілерің шығады. Құда қаласа. Ал енді мен саясатқа басқа сөзге аудармай, әбекеңнің кластасы сияқты сөйледім деп тұр. Біз әбеке екеуміз бір класста оқығанбыз. Біздің кластың ішіндегі ең озық, ең үздік ат баяуда жүретін жігіт осы Әбілқасым еді. Бәріміз Әбілқасымға қарап бой түзетіміз, осы кісіден жасыратын жоқ, кей жерде сабақтар көшіп қалатынбыз. Сол әбекең біз мақтан шықсамыз. Жалпы қазақ өзі жан-жағын қарап жүреді. Біздің Отырар ауданы Шәуілдір болды, Қызылқұм болды, Отырар ауданы болды. Бірақ солардың ішінде өзіміздің елден бір рет басшы шыққан емес, бірі шыққан басшы менің Әбілқасым досым болды. Аудандық партия комитетінің бірінші хатшысы болып сайланды, елді басқарды, халыққа қызмет етті. Кейін егемендер болғаннан кейін тағы да осы ауданның әкімі болып халыққа қызмет етті. Біз әбеке сізді мақтан тұтамыз. Құдайға шүкір сіз сияқты замандасымыз болғанына, досымыз болғанына, қатар жүріп бірге білім алғанымызға. Ал енді әбеке адамзат баласы жалпы өмірге келгенде өзінің қарызы мен парызын ала келеді. Сол парыздың ең үлкені өзінің отбасын әр-ұлтқа шығарып, ұрпақтарын өз қолын өзінің алдына жеткенше тәрбиелеу керек. Екінші, әр адамзат баласын Алла тағала бір қасиет береді. Мүмкін біреу өнер адамы шығар, мүмкін біреу ұстаз шығар, мүмкін біреу ел басқаратындай қасиет шығар. Сол парызды орындау, сол қызметті істеу, сол адамға міндет. Сіз өзіңізге берілген парызды, ел басқаруды, халқыңызды басқаруды, халқыңызды көтеруді Алла тағала бұйыртты, сіз оны өз рәсімінде көтеріп шықтыңыз. Сондықтан біз сізді мақтан тұтамыз. Алла тағала сізге ұзақ ғұмыр берсін. Жаңа менің балам келгенде
сол балалардың алдында бас көз болып, жол көрсетіп, осылай түрде отыра беріңіз. Зәбира қарындасым екеуміз біз соған тілектеспіз. Аламайын барлықтарыңызға да отбасыларыңызда құт-береке қуаныш мол болсын. Жеке бастарыңызда денсаулық зор болсын. Көргендеріңіз жақсылықта болсын. Амандықта, жақсылықта жолыңызға той қыласын. Ассалаумағалейкум, құрметті қонақтар, қадірменді қауым. Бүгін мынау Әбілқасым ағамыздың үйінде отбасында болып жатқан үлкен қуаныштың қасында келіп отырсыз. Өйткені қарапайым жұмысшыдан бастап осы ауданды бір емес екі рет басқарған отырып, деніңізге саулық, отбасыңызға амандық тілеймін. Өсіріп отырған бала-шағадан жылға өткізе берулеріңізге тілектеспін. Осында отырған әрбір отбасыға осындай той тағы да жұмысты болсын. Мерекелеріңіз құтты болсын. Қазақстан журналистер жазушылар одағының мүшесі, ең басты ел жанды, қоғам қайраткері, білімге ғылымға біздей сіздей тіпті бәрін ұмытып бүгін бір өзімізше бір той жасайық деп міне балалар бәріміз ыстық жайып жатырмыз. Сіздердің келгендеріңізге бәрімізге рахмет айтқымыз келеді. Зәбира енді 80 жас деген бір жағынан қарасаң аз сияқты, екінші жағынан қарасаң үлкен белес, үлкен шерде, кәдімгі еңбектің өткен тарихы, Нәбекеңнің жолы, жаңа кісілердің бәрі айтып кетіп жатыр ғой, оған мен енді біз өзіміз жаңағы кішкентай кезімізден өсіп Нәбекеңнің бәрі жолында білеміз. Бұл кісілердің айтып жатқанын бәріне рахмет айтқымыз келеді. Нәбекеңнің күллі жол, еңбек жолын айтқан. Енді мен бүгін сіздерді құттықтай отырып, Нәбекеңнің әкесі, біздің атамыз, жаңағы істеген еңбегі екі Ленин орденді сондай кісі болатын. Біз сол кісілердің ұрпақтарымызбыз отырғанмен. Сол әкем қайтыс болғаннан кейін мен мынау әбекеңе өзіне жаңағы иесіне тапсырайын деп жаңағы заңды жаңағы иесі деп айтайын енді қазақша. Сол мұрагері деп айтайын, соны тапсырғым келіп отыр. Басталдыма көкем Шапан, апам алтын бриллиант, көкем Тақия, апам алтын Сақина, көкем Таза Шапан, той. Алтын жұлдызы біздің атамыздың, біз жай тегін әулет емеспіз. Кәдімгі үлкен әулет, жаңа бер жағындағын айтып жатырсыздар, арғы тектің бәрі мына біздің үлкен әулеттен тараған біз балаларымыз. Атамыздың алтын жұлдызы. Міне бүгін әбекеңнің өзіне, заңды иесіне, мұрагеріне табыс етейін деп отырмын. Екі Ленин ордені атамыздың. Бәріктеріміз көп отырған шығарсыздар. Әбекеңе енді бұл бұрыннан келе жатқан дәстүріміз, бұл ағамыздан бұрын ана қазір Қарашығанақта отырған үлкен ағамыз болған соғыста еді. Одан кейін енді Алматыда қайда болды, енді әбекеңе тапсырып жатыр. Жұмысты болсын, барлықтарыңыздың отбасыларыңыздан батыр шықсын. Ал енді мен қазақта бар ғой, той томалақ, жақсылықта, сыйлы қонағына шапан жабатын. Бүгін әбекеңнің 80 жылдығынан түскен ұлы деген шапанымыз бар біздің семьямызда. Соны жабуға рұқсат етесіздер ме? Соны жабайын. Бізде жабайық, қарияларға бізде жабайық. Ағайын көкесіне жауып батыр, қайнысына жауып батыр, келінде жауып батыр қария апа. Дархан елдің
жарасты сыйымына, той көрейік бізден бір жиымына. 80 жастан ағайын бір естелік, бір шапан жабылсын иығына. Біздің де шапанды сартында аламыз. Оралған қол болмаса да жолға жарайды дейді. Аталы қазақ айтып айтып берген. Ай бәрекелді. Ай қайнамай жиына жеңеше. Өзі. Міне абай шапан деген осы. Құтты болсын ардақтағай. Бөліспеген білгенге шырыңыз бар, салтанат сәнді көппен құрыңыздар. Рахмет. Забира, мынау қызық айтады ғой, жаңағы бұл үлкен нәрсе емес, бірақ сендерге осы біздің жауап жатқан шапанымыз, сендерге құт береке, алла шағаларыңызға жақсылық, өздеріне жас болса берсін дегім келеді. 80 жас деген ештеңе емес, 100-ге берсін әкетем. Одан ары жасай берсін, тек бала шағаларың сіздің көріңіздер, той-тойға ұлассын, жақсылық болсын бәрімізге. Мынау кішкентай. Abdülkasım Zabira gidelim, Napoyla Tasarkanların bereketli olsun. Devlerine жылы 5 мамырда көкемнің туған күні бүгін. Бағамдас қадамдастары осында отырған Уанбек, Рысқұлбек көке, Тілеуіш көке, осында Серік көкемнің асыл жары Алтынгүл апамыз отыр, және әбілда көкемнің құдай қосқан жан жары Сәрсен апам келіп отыр. Осы біздің елге 936 жылы құрылған екен Қызылқұмалдағы. Сосын құлағымыз естіді. Басқадан бойда Қадишаның дауысы жазған. Міне артымызда бір ауданның паспорты болып қалды. Қыздар келіңіздер. Алтынгүл апа келіңіз, Нали апа келіңіздер. Бағасын алып, мына менің апамды біледі. Мынандай кісі, оның есесіне үлкен апам болып келді. Құдайға шүкір. Abi қарап тапсыз ғой, қалайсыз? Денсаулық жақсы ма? Анық olsun ба? Өткенде келін сәлем айтып ады. Ғалия, мен келіншегім танысым. Замасқан сияқты жоқ, көрсетімді тапқан. Жақсы апам екен деді. Әбиелер жақсы екен апам. Танысым деп айтты. Бұл араласамыз ғой, өстіп көрдік.
Сол бір өтесіздер ма? Сен балдан өтесіздер ма? Телефон бар, бүгін хабарласам. Өстік ойнақ бұл жүрдім. Бірін-бірін қолдан Алладан қарияға, Атаңбай қарияға, елдің данасына Алладан тағы ұзақ өмір сүретін той болды. Сондықтан құрметті көпшілік 62 жылы Темір мектебін 24 түлек бітірдік, соның қазір 7-іңіз бармыз. Сол 7-дің ішіндегі ең алғашқы әбекеңнің 80 жылдығын тойлап отырмыз. Ол класста ең озат оқитын әбекең, Шәкең, Шалатай, Матыбай ағайды, Шынтыбегім ағайды, Сейтметов ағайды, Жанбетов ағайларды үлкен ризашылықпен құрметпен еске аламыз. Сол ағайлар бізді тәрбие берді, алға жетеледі. Соның ішінде классымыз өзі өжет болды. Революцияшылдар, оппортунистер молдау болды. Әбекең о жаққа қосылмайды. Ал енді әбекең сол мектепті озат бітіргенінің арқасында, үлкен мақсат қойғанның арқасында, міне біздің класстан бірінші ауданның бірінші хатшысы болды, ауданның әкімі болды. Осы отырар елінің экономикасын алға сүруге үлкен қызмет етті. Әбекеңді біз құрметтейміз. Әбекең елдің ағасы болды, елдің данасы болды. Сол үшін біз үлкен құрметтеп сыйлаймыз. Әбеке, сол деніңіз сау, өміріңіз ұзақ болсын. Бүгін осы тойда жақсы тілектер, анау неңізден, науқасыңыздан арылтып, құда қаласа 85 жастық тойыңызда да өстіп тұруға Алла емес. Рахмет. Әбекең туралы достары, едағалары тағы айтып жатыр, соларға деген қосыларым жоқ. Қазақта бір сөз бар, тектен текті тұрады, тектен тұқым бар деген. Мынау сол қазақтың мақалы, осы Әбекең дәрілеп тұрған мақал. Өйткені Әбекең өмірде туғаннан бері көргені тек бейне, адамдық. Соның бәрін Әбекең өзінің бойында сіңдіріп, елге бере білді, халыққа бере білді, өзінің тұқым туғанына бере білді. Ал енді мен бүгін осы тектілік осының балдарына да Нұрболжан айналайын, артынан келе жатқан үлкендер, осыларға ұқысты болсын. Әбілқасымның тектілігі, сендер арманда осының білім жалғастырушылардай, бүгін істеп жатқан тойлар құтты болсын, той болсын. Рахмет. Құрметті көпшілік, міне бүгін біз ортамызда Әбекеңнің 80 жылдық мерейтойын тойлап отырмыз. Мен де Әбекеңмен қатармын, құрдаспын. Бірге жүрдік, бірге оқыдық, бірге тұрдық дегендей. Сыртта жүрсем де мен осы шәуілдірлік балдардың оқу үлгеріміне, жалпы жүріс тұрысына назарымды салып жүретінмін. Әрбір жеткен жетістіктеріне мен де жас балаша қуанып, осылармен бірге той тойлап жүрген кездерім болды. Енді құда қаласа, ортамызда шыққан балдар жақсылары өте көп болды. Жаңа Әлиев Серікті атап қалды. Қандай жігіттер еді, қандай жігіт еді, мақтанса мақтанғандай, кез келген топтың алдына қалса топты бастай білетін ерен жігіт еді, айналайын. Топырағы торқа болсын, жатқан жері жәннатта болсын. Ал Әбекең болса, Әбекең көпке үлгі, кішіге өнеге,
кез келген досқа үш опора. Сондай мен өзім шетте жүргенменен бір елім постоянно шәугіліктер жағында болатын. Үлкен жиын өтті мына мен осы 53 жылдан бері, естілген бері ауданның бірінші басшысына бұндай істеген бірінші басшысына бұндай құрмет істеген жоқ. Сондықтан сол азаматтарға да рахмет айтып қоюға болады. Ал енді мен кеше айтқанбыз, сөйлегенбіз. Бұл тойдың басталғанда 2-3 күн болды. Жақсы, әбекеңнің енді 80 жылдығы құтты болсын, денсаулығы мықты болсын. Құда қаласа ол енді мынау тұрған 100 ғой, ар жағын тағы көре берерміз. Әбеке 100 жасаңыз, 100-ге беріңіз. Мына зәбеге қосағыған қосағар дейді. Мынау әбекеңнің енді жағдайында басқасында істейтін өзім ғой. Мынау әйелі барлар, кемпірі барлар адамдар бақытты дүниеде. Ал енді ең әңгіменің енді қысқасын айтқанда әбекеңнің тектегі бар ғой, тек. Әкесі социалистік еңбек алған, еңбектің адамы. Мынау текті жерде шыққан адам халықтың қамын ойлайды дейді, халықтың қамын ойлайды. Мына Әбілқасым қанша қызмет істесе, сол халықтың қамын ойлаған адам. Халықта болса, елде болса, елдің қарны тоқ болса, күйеуінің үйі жақсы болса деп еңбек еткен азамат. Ал енді мынау елдің атын шығаратын жұбайы ғой. Мынау Зәбираға да көп нәрсе байланысты. Мына дастархан деген бар. Мына гостиница деген, жаңа бірнеше тойхана деген кейін шықты ғой. Ол кезде облыста келе ма, республикада келе ма, барлығы сол совхоздың басшыларының үйінде шай болады. Сондай бір уақыттар болған. Күніге 3-4 рет меймандар шығарып салған уақыттар болған заманда. Әбеке, мынау 80 жылдығымыз құтты болсын, деніңіз сау болсын, жасыңыз ұзақ болсын. Жаңа жақсы айтылған әңгімелерге мен қосыламын. Аманшылық, жақсылықта тойда кездесіп тұрайық. Рахмет. Құрметті әбеке, мынау тойды басталғанда біраз уақыт болды. Бүгінге дейін той жақсы өтіп жатыр. Айтылмаған жақсы тілектерім бар айтылып, сіздің отбасыңыз дәулетіңіз жөнінде көптеген тілектер айтылды. Біз енді әдебиетінің кішкентайымыздан бір екеуміз бір қойдың даму жағында бір шәйектен шәйектеген адамбыз. Сондықтан әбеке тойымыз тойласын, артымыз ағырларымыз өссін. Мына қосағымызбен қоса Құдай әр уақытта адамнан жақсылық кездесеміз. Әумин. Құрметті тойға жиналған қауым, мына бүгін керемет той болып жатыр, өздеріңіз көп болып отырсыздар. Осында небір жақсы тілектердің бәрі айтылды, соның бәрін мен де қосыламын. Әбеке, денсаулығыңыз мықты болсын. Жеңгеңізбен екеуміз жаңағы Алланың берген жасын жасай беріңіздер, жүзбергеніңіздер.
сол тойларыңыздың осы сіздерге жұғысты болсын. Бар уақытта басымыз тойды жақсы керек. Құрметті әбеке, мерейтойыңыз құтты болсын, әбеке. 100 жасаңыз. Осы жаңағы ағаларымыздың, аталарымыздың айтқан сөзіне қосыламыз. Құда қаласа той болсын, жүзгеніңіз тойлайды, әбеке. Той құтты болсын. Әбеке, жәке. Барлық жақсы болсын, барлық мына Құдаман Құдағи сіздердің бүгінгі Құданың 80 жас мерейтойының болсын дейді. Мына Құдамның үзеңгілер, кластас, қатарластары оң батасын беріп, балаларының батасын беріп жатыр. Соның бәрі теріс